Сәлем достар, бүгін біз сіздермен семга балығын сливочный соуста дайындаймыз. Бізде бұл тағам өте дәмді болып шығады. Жасап көруге кеңес беремін. Видеоны соңына дейін қарап, лайк, комментарий басуды ұмытпаңыз. Ең алдымен балығымызды жуып, үстінен тұз сеуіп 5 минутқа қойып қоямыз. Содан соң балығымызды зәйтүн майына екі жағы қызарғанша қуырып аламыз. Балығымызды қуырып алған соң жуамызды қуырамыз. Содан соң тұз, бұрыш қосып біркелкі болғанша араластырамыз. Жуамыз қуырылған соң үстіне сливки қосамыз. Сливки міндетті түрде 33 немесе 35% сливки болуы қажет. Сосын үстіне сыр қосамыз. Сырымыз ерігенше отта ұстаймыз. Біздің соусымыз дайын. Үстіне балығымызды қоямыз. Міндетті түрде пештің астын сөндіруді ұмытпаңыздар. 5-10 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Мен салмасы үшін күрішті пайдаландым. Біздің тағамымыз дайын, өте дәмді болып шықты. Жасап көріңіздер. Каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Ертаева Аружан.